Астын сала тап келді. Жетті ме? Ағамдар қайда? Алладан басқа жоқ тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдан нес артық, нәпсісін түгел тиз артық. Намазын оқып 5 уақыт иманын кәміл жиз артық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүйс артық. Жәннатта ғұмыр кешерсің көңліңде сонда күй шалғып. Анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар иіс аңқып. Алланың бары ақиқат танитын соны ілім бер. Лә иләһә деп жас ұрпақ намазбен хақтың нұрын көр. Пайғамбар салған ізбенен жаңылмай жолдан жүріңдер. Тұрағың болған жалғанда жұмағың болмас жұмыр жер. Тіршілік еткен пендеңе құлшылық етер ғұмыр бер. Мынау өмірде тарамда тарам жол болар. Біреудің тасып мерейі, біреудің бағы кем болар. Алланың олда сынағы ойлаған соны жөн болар. Есіктен кірген басыңның алатын орны төр болар. Бесіктен шыққан басыңның баратын жері көр болар. Сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет. Күдеріңді үзбе Құдайдан көрсең де қайғы қасірет. Бабалар өткен баһадүр иманы жалғыз досы боп. Ізгілік жолын іздеген бұйрығы хақтың осы деп. Кіршіксіз ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп ет. Кіршіксіз ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп ет. Мен көбіресе мына Құматай туралы айтқым келеді. Құматай екеуміз бірге өстік. Бір аулада кішкентай кезімізден бірге оқыдық 10 жыл. Бірге жүрдік. Ол менен осы бір ағай күн болды. Соның өзінде Құматайдан мен ешқандай жамандық көргім жоқ. Ылғи сыйлап тұрды. Бірге оқыдық, класстастардың арасында қандай абыройлы болды. Айтар жоқ, қандай адамдар өтті арамыздан мінекей. Жаңа осы қатының ішінде Нәзігүл туралы айтты. Нәзигүл деген ол менің туған қайынсіңлім. Ол Нәзигүл мен сол Мәрзияны өзім қолымнан ұзатқан болатын. О да енді ерте кетіп қалды. Не айтамыз әлгі айтады ғой,
жасамаған жасын ұрпағына берсін кейінгі деп. Осы ұрпақтарымыз аман болсын. Айтар жоқ енді. Басқа не айтамыз, бақыл болсын бәрінығы. Осы ауылда өскеніме мақтанам. Бұл ауылдың өзі топырағы құнарлы, адамдар өте берекелі, сыйлы. Аузымызды толтырып қойтастың түлегіміз деп айтамыз ылғида. Қандай адамдар шықты бұл қойтастан. Енді келген аяқтарымызға гүл бірсін. Аман сау болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Біздер мына шал екенбіз, біріміз күткен боламыз мінекей. Таң атпай шалым маған қашып сыр қойып. Қалған тамақты өзіңіз берсін дейді, кәсіге мұқты. Иә, нанын мен сүтімді әкеліп. Ағаным бар ғой, маған келгенде осындай болады. Енді жарайды, айта берсек, ол әңгіме таусылмайды осындармен бәрі көршілері мен қуғышыларым отырған осындар. Рахмет, жаманат болған жоқ, мен көрген жоқ, мен жаманат. Мен ойладым, осы кезінде неге 2 қойдым екен, неге 3 қойдым екен, ылғи бәріне 4-5 қойы бермеппін деп. Өйткені бәрі жерде қалған жоқ, бәрінің өзінің тірлігі бар, бәрі семьясын асырап отыр. Ал қалған мұғалімдерге айтарым, енді біз 3 қоймаңдар. Апай келеді айтпайды. жаңағы сырларын деп, сол үйде той-тойлар айтатын едім. Кереметтей адамдар болатын ол сіздер. Қанша баланы өсірді, тәрбиеледі, мінекей артында ұрпағын алып, естеріне алып, университетімен қазылмағаны артынан асты болды екен, қабыл болсын дейміз. Үлкен ауыл, жаңағы Күршімге барсаң Қойтас, Өскеменге барсаң Қойтас, Ридерге барсаң 78 Қойтас, Семейде де Қойтас, Астанада Қойтас деген бір ауыл болып кетті. Мінекей осы киелі ауылдан шыққан сіздерге барлықтарыңызға дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Алыста жүрсек те Қойтасты ұмытпаймыз. Барлықтарың келгеніңізден сұрап, анау қайда, мынау қайда, барлығын біліп. Ағашымен ертеге де Айдамен ойнамыз Қойтастың шағына одан солымыз өту әулет оны ер құрметті ағайындар, құрметті ағайындар, апайлар, бүгін Қойтас ауылымызда үлкен жақсы бастарымен сол жақтелігіне үлкен қуанышқа бастап келіп отырмыз. Енді ағаймен жері сауық берді, бұл салғаш болсы енді спорттан дейміз, мән жағынан да, ұстаздық жағынан да, сегіз түрлі бөлістірілді дейді ғой, азамат болып жүруде. Енді ағайдың ұстаздық жолын үшін. Баян апай енді ағайдың әрқашанда мойны бола берді, қарлығасы болды, сүйеу. Баян апайын жаңа қарасам, ошақтың жанында тұр, етін пісіріп. Бұл деген қазір көпшілігіміз оңай жақты ойлаймыз, же қош, кәдімгі жасай салады, бәрі дайын, саяғына әкеледі, ақшаны төлейсің болды дейді. Ол да дейді. Енді міне қарап отырсам, ағай соның бәрін келіп, қаншама мынаның бәрі тасып, оны жинақтап, оған майыстырып, енді оның бәрі істеген адам білетін шығар. Осының бәрін келіп ауылда тазымен жатқанына разы болдым. Рахмет бұныңызға. Енді ертең сіз мына жастарға өткізген жолыңызды біздің ауылдың шәкірттерімізді, балаларымызды аңдай телевизордан көріп біздің ауылда осымен ойнаған кісілер бар екен ғой деп ойлаймын. Міне сондықтан енді ағайларымызды башлау бәріміз ұстаздарымыз болыңдар. Енді ауылдарымыз осы міне келіп ауылға. Ауыл тәртіп бара жатқан ауыл енді шынын айтқанда. Келесі жылы 50 жылдығымыз. Енді осындай келгенге ауылдың серпіліп қалады. Қуанып қаламыз. Былтыр енді азамат Өткелбаев Қалмек деген азамат 5 жасында кетіп осы ауылға келіп
мешіттің салып басын иіп кеткеннен кейін міне соның жалғасын жатыр ғой деп ойлайды. Бұл енді әсіресе шіркін солар ана өскеменнің бір ұшына бітіріп шықты ма деп ойлайды. Сосын Қарашығанақтан шықты ғой. Осы жерден білім алып, осы жерден тәрбие алып, тағылым алып, халық есін алып өсіп, сонда ауылына келіп бір бас есейді. Ауыл деген осы ғой. Айтады ғой, даян жеңгемізді қазан аяқта жүгіріп жүрген әлі бізге көп қызмет істейді, әлі елу жыл болған жоқ. Бар екен, толық емес әлі. Бұл айта кетейін. Осындай елге келіп, бұл жай ұрпақтарына бағыштап сөйтіп жүріңіздер аманда болыңыздар. Ауылдастарым, жаңағы жора жолдасым міне подружкаларым еді. Бір жалғыз болып қоя берді. Жоқ көп қастарынан өздері отырайын келіп. Иә, Дәулеттің жолдастары, туысқандарым, енді барлық оқушыларымыз, келіндерімізіне, барлықтарына көп рахмет. Бізгерлеріне 2 күн болды. Келген жерден бастап біліп әкеліп, ұшақ жайып, қарсы алып жатқандарына мыңда бір рахмет айтамын. Міне, Бегіланымыз қандай міне, Өмірбектің ұлы. Түгел қарсы алуға бейіне түгел үлкен дастархан жайып қойған. Еркеш бауырым, кезімді есік алдында сәлеметсіздер ме, қонақ келе ме, шақаның үйіме мынау деп келіп, ойбай деп қарсы алып енді, қарсы алып жатыр. Кешеден бері міне өз аяғы жүрмей жүр, екеуінің де аяғы жүрмейді екен. Ауыр больницаға барып операция жасатпай отыр Еркеш. Содан жүгіріп бізді жүгіріп күтіп жатыр міне. Кеше бұлар да жарлы қанша адамды күтті. Бүгін ана Түйінбек ағам деп кеше болмайды. Түйінбек ағамыз біз көрдік. Қойқыш беріп ағам ертең келеді. Жоқ, күтті. Көрдіңдер мағанды. Өте разымыз, өте разымыз. Бізге бір ауыз жүгіріп деп амандасқаның өзі. Міне кім сұрақ қойып бәрі, бауыр мұғалімдерің бар ма? Босып жүр ма? Енді енді ол үкіметтің жұмысы шығала ма? Енді содан бірінші рисқа келіп ойбай апай өкіліп жатыр ма? Амандасқай дедім деп жатқанның өзіне де біз болыспаса да соның өзіне разымыз. Міне. Ал енді мына асты жеке ат жаптырып, бұлай жеке де бәрін жасар едік, оны да ойымызда болған. Енді мынау аяқ астынан болған не болды, балалар звондап, қуаныш өстіп, бізге де айтқан жоқ, Тикаға айтып, волейбол қатысасың ба, біз соны ұйымдастырғалы жатырмыз деп. Одан кейін енді Тикасты болсын біз естіп қоямыз ғой. Содан айттық, енді мынау қайтып оны Дәулетті жалғыз қоя береміз. Енді бірдемені ұйымдастырайық. Не болса да ауылымызға барып, сол тамағын берейік деп. Одан кейін келгеннен кейін қаншама ата-бабамыз жатыр. Олардың аттап ананы неткен түк ешқандай немізге келмеді, алдымен сол кісілерді разы қылайық, Құран берейік. Әлбе ауылдастарымызды қанша қалды міне. Түгел келсін, жастарын бәрін шақырғанымыз міне, жұмыста ма білмейміз енді. Түгел келсін енді. Бүгін осында болсын, ертең жүгірсін, ана нелерді көріп барлығы деп көмектесіп. Енді рахмет міне, осы келгендеріңізге де. Сөйтіп, жүрек те қағып кетеді, бәрін ойлап та кетеміз. Қарсы алдында Гүлсім де отыр, сыңар жақ болып. Қайда барам дейді, сыңар жақ болып, ойлап кетемін қайтемен. Енді Алланың ісіне шара жоқ, қайтеміз енді бәрімізді. Дендеріңіз сау болсын, сіздер де балаларыңыздың қыздың көріңіздер.
Mine öte енді оқушылары дәулеттің бәріміздің де оқушыларымыз, ауылға балаларымыз осындай не көтеріп ұйымдастырамыз деп жатқанына өте мақтаныш етіп қуанып отырмыз. Неше күн ұйықтамады осы. Қалай осы деп міне. Енді алыстан міне келіп отыр аға жеңгем. Көп рахмет. 80-ге келіп қалды Тілеубек ағамда. Башағы бұл секірағынан жүре алмай, мен жүре алмайын мені. Іштеме жоқ пойызға кірді жан, жүрмейсің ол жерде. Өскеменнен іліп әкетеміз, одан бері қарай тағы іліп әкетеміз деп мені. Өзің елесең ағамды жүргізесің. Аяғын жоқ, рахметіне көп. Ана ауырып қалған күнлер апай. Неше күн жиналып келем деп міне. Одан бұлай денесімен бұрыла алмай, енді қайтып еміз деп бәріміз. Қалмай енді нәне деп. Рахмет, енді қанағанда міне. Өзім әшінен жүргізіп, ағаларымды салып ап кеп жатыр. Көп рахмет. Мұнда болсын жүрген келіндеріме, бауырларыма, мұнда бір рахмет әке. Алланың ризашылығына бөленіңді, бендерің сау болсын. Әсіресе дәулет айтады ғой, бәріміз айтып жатырмыз енді. Анам не жерге түзел, бақсы сияр екен, соның бәрін түгін деген, сонда айтады дәулет. Сонда менің жолдастарым отыра ма? Сыймайды деп жатырмыз ғой. Содан менің достарым қайда отырады? Ең бірінші футболистер керек, одан кейін дәулет сенің жолдастарыңды кіргізіп отырғызамыз. Одан кейін құлағын одан кейін қалған потогымен шетті. Сол айтпашыны келіп қалыпты жолдастар бәріне рахмет. Жиеніміз міне қалмайды ешқайдан міне жаңа сөйледі жиеніміз. Көп рахмет әке. Туысын осындай да көрінеді. Міне барлықтарыңызға рахмет. Міне Мұрат бауырым қандай сөйледі, міне қандай жақсы сөз. Міне айтып жатыр. Мына мектептің жағында міне барлығын іс-шара ұйымдастырып келіп жатырмыз. Соның барлығы да оның сол Мұраттардың арқасы деп ойлаймын. Міне, ал енді не демейді рахмет барлықтарыңызға. Асықпаңыздар, әлі де ыстық шай ішіңіздер, отырыңыздар, әлі күн ерте. Бәрімізді кешке мал деп бәрі жүгіріп кетеді деп осы уақытқа қойғанымыз. Сол сөзімізде болды қоямызда. Асықпай отырып ішсін деп. Енді міне кім балама да мақсат мұқандар болсын, бетіне қарайындар, міне тұрып қаламдар. Сол мақсат бауырмаздар, қандай әлі жерде тұрағын оқыдыздар, соның күшімен қалмай бір ауыз сөз китабын айтса болсын дейді. Рахмет әке. Алла ризашылығына бөлім, бала шағаның қызығын көр. Міне барлықтарыңызға көп рахмет. Міне келгендеріңізге. Міне менің мұны айтпай жатқан ғой. Бірінші айтыңыз. Ең мәдениет, қойтастағы мәдениет. Қанатты айтқан жоқсың, қанатты айтқан жоқсың. Қанат. Қанаттым, оның міне аттарымыз қалам. Қанатты айтқан жоқсың. Ең үлкен италиен қанаттым. Міне қанаттым. Келгеннен сөйлеп жатырмыз. Өздерін үйлерінің ортасын ойып, не нәрсе пәлемеп, түгіл, шашы, орта өт, не жұмысын айтып бады, не істейіп сөйлейтін. Өтіне жақсы бала тәрбиелегесін. Міне, өздерің қандай болсын, балаларында сондай. Түгіл жатырмыз, түгіл келген өмірбайдар, екеуі ғана бөлініп алдықтар. Біз бесеуіміз ғана, мынау үлкен көйлем өзіміз бардық, қалғаны түгел жатыр сонда. Мына мәдениет несін басқарып тұрған осы ауылдың. Ең жүрек не, Берлан, Арик Берлан өмір бек ұлы. Келін Индира. О, соғын айтыңыз. Соған айтты. Бәрі ұсақ болғандар көп сөйлейді дейді. Енді айтқым келіп тұр. Ол сенің мақтанып жатқанымыз сол кімнің арқасы? Ол Индираның арқасы. Еркештің мақтанышы айтып жатыр. Аяқ астында тамақты ысырып жасап беріп жатыр. Міне осы
Tez aytып ketip kalатын. Kömürün beri.